Кезінде асаба болған әйел әңгімені былай бастады. Сонау бір жылдары қыз-келіншектердің асаба болуы сәнге айналып, той-томалақтың соңынан көп жүрдім. Аздаған әншілігім бар, даусым ашық, той басқаруды жақсақ меңгеріп кеттім. Жаспыз, жүрген жерім күлкі думан, жарым бар, балам да бар. Қайғы-мұң ойыма кіріп шықпайды. Не көп, той көп, табыс шаш етектен. Өмірім осылай сат-садымен өте береді деп ойлайтынмын. Тойда күлкі шақыратын небір анекдоттарды тауып айтар едім. Сонда ең көп айтатыным және жұрттың ішек-сілесін қатыратыным мынау еді. Күйеуі өлген келіншек пен әйелінен ажырасқан жігіт тіл табысып шаңырақ көтеріпті. Екеуінің де бұрынғы некелерінен бір-бір баласы бар. Көп ұзамай өздері тағы кішкентайлы болады. Бірде 3 бала ойнап отырып төбелесе қалады. Соны көрген келіншек күйеуіне жүгіріп келіп, ойыбай, жүгір, тез барып ажыратшы. Сенің балаң менің баламмен бірігіп, біздің баламызды ұрып жатыр депті. Осыны әдемі келістіріп айтушы едім шіркін. Естіген жұрт күлкіден қырылып түсетін. Өзімде мәз-мейрам болатынмын. Алланың бұйрығы ғой, өмірім күрт өзгерді. Жол апатынан күйеуім қайтыс болды. Қайғыдан денсаулығым төмендеп, той-томалақтан алыстап қалдым. Тірліктің қиындығын бірталай тарттым. Ақыры әйелінен ажырасқан бір жігітпен қайта тұрмыс құрдым. Менде бір бала, оның да әйелі тастап кетіп, баласы өзінде қалған. Жыл өте нәрестелі болдық. Қазір жасы 5-ке келіп қалды. Кәдімгідей ақар-шақар шаңырақпыз. Кіші ұл ұрыншақ. Ересек екеуімен тайталаса кетеді. Олар да бала емес пе? Айтқанға тоқтамаған соң қағып жібереді ғой. Бақырып жылап, шағым айтып маған келеді. Тағдырдың тәлкегін қараңыз. Сонау жолы жұртты қыран топам күлкіге батырған анекдот оқиғасы айна қатесіз өз басыма келе қалды. Алғашында сол ұлыммен қосыла жылаймын. Енді Құдайға шүкір, оған да көндігіп қалдық. Менің түсінгенім, шексіз рахат күлкінің зардабы да шексіз ауыр болады екен. Пендеміз ғой, қарап отырғанша күлкі болсын, артық кетіп жататынымыз бар. Сондай сәтте артық күлкінің зардабын тартып қалуымыз да әбден мүмкін екен. Әрине, әзіл қалжың тартып күліп тұрғанға не жетсін, бірақ көп күлкі жүректі өлтіреді деген хадисті есімізден шығармауымыз абзал.